Аршаға ән салдырған таң бол-болы, өнері елге шашқан айдың нұры, қайыңда қол соғатын саздарына, маржангүл шығыс төскен таудың гүлі. Шығыстың шырайлы жерінде, Қаратайдың елінде, Белғарағай ауылында 1955 жылы дүние есігін ашқан. Білімі жоғары, сондай-ақ Маржангүл Маниярова жас кезінен ән айтуға, ән жазуға құштар болып, өзінің нәзіктігіне қарамастан, үлкен, кең жүрегімен ән шырқап, өз замандастарының гүлі еді. Ерекше адам ғой Маржангүл деген. Өзі нәзік, өзі кішкентай, үлкен гитараны құшақтап жүретін. Физматқа оқуға түсіп, бір комнатада тұратын болдық. Сөйтсек, екеуміз де апаның қолында өскен қыздар екенбіз. Сол бірден әңгімеміз ападан басталса, тіпті жылақ балатымыз өйткені. Содан қайтсек ауылға кетеміз деген мейрамдарда бір 3 күндік демалыстарға ауылдың алыстығына қарамай баруға асығып тұратымыз. Кештерде жатақханада біз Маржангүлді қоршап, ән айтып бер деп сұрап, соның әнін тыңдап отыратынбыз. Өйткені Маржангүлдің өлеңдері өте тамаша, әндерді күшті айтатын. Маржангүлге сол апасы үйреткен екен домбыраны. Ал бертін келе сол 17 жастың өзінде гитара тартуға үйреніп, тіпті бүкіл жатақхананың ұл қыздары біздің комнатаға жиналып, жаңағы оның жақсы сазда өндерін тыңдайтын. Маржангүл студент кезінде Мұқағали Мақатаевтың «Ей өмір» атты өлеңіне тұңғыш әнін жазды. Бұл шығармасы Алтай әуендері Жерұйық вокалды аспапты ансамблінің орындауында еліміз бойынша танымал әнге айналды. Жас сазгердің Мұқағали Мақатаевтың «Несіне өмір сүргенсің» атты өлеңіне жазған келесі әні Шығыс 90 облыстық ән байқауында жүлдеге ие болды. Сазгер республикамыз бойынша танымал жас әншілер Абылай Белтай, Мейіржан Қазбекұлы, Ботагөз Жұмабек, Айдын Алдарқан және тағы басқа өнерпаздар орындаған соңғы жылдарда жазған әндерінің екінші электронды альбомын шығарды. Жалпы енді Маржангүлді білетіміз, бала күнімізден, студент кезімізде білетіміз. Мына Өскемен қаласында ол кезде вокал аспаптар ансамблінен үлкен конкурстар болатын. Восток 80-90 сөйтіп кете беретін жылдар сайын. Сол кезде конкурстарға қатысып жүретін. Ол өзі айтып жүретін, мен нағашы апам ән шығаратын деп. Оның мына үлкен ағасы Еркінбек деген Қатон-Қарағай ауданында алғашқы болып вокал аспаптар ансамблін болған екен сол кезде. Содан енді бәрін көріп өскеннен кейін ол Маржангүлді өнерден кенде қалмайды деп білеміз. Сондықтан да өнерін арғай өнерді жақсы көріп, міне әлі күнге дейін тамаша өнерін тартып етіп жатыр. Енді есте қалғаны 99 жылдары, 99 жылдары Өскемен ару қалам деген үлкен конкурстар болып тұратын байқау қала күніне арналған. Сол кезде Мұрат Тастағановтың сөзін жазған ару қалам Өскемен деген әнмен жүлделі орынға ие болған. Сол сияқты 2000 жылдары Астана қаласындағы Шабыт үлкен фестиваль болды, оған да қатысты. Оның әндерін Нағима Жарықбасова деген, қазір фамилиясы Алимбаева ғой деймін, қателеспесем, сол әріптесіміз айтып жүретін әндерін бәрін тартып едік. Одан кейін Мұқағали ағамызға жазған әндері сонау 80 жылдар ғой деймін, қателеспесем, «Ей өмір» деген әнін шығарып жүрген, сол кезде жақсы тарап жататын. Одан кейін бертін келе Ұлықбек ағамыздың естіп өтіп, Көпен Ерқасов ағамыздың, Мұрат Тастағанов, онан кейін жәнегі Әлбек Қаңтарбаев ағамыздың, Ақтан Нұрбаев ағамыздың сөздеріне жазған әндер бар. Енді өзінің талғамы ерекше, сондықтан да мен ойлаймын, қоржындағы әндердің бәрі стильдік өнер жағынан алғанда бір ерекшелігі көрініп тұрады. Сондықтан да әр сазгер өзінің стилімен ерекшелену керек, бір-біріне ұқсамау керек. О жағынан өте өзінің бір талғампаздығы білінеді. Мына кейінгі кезде мен біліп жүретін мына Айдын деген бауырымыз бар, Алдарқан. Сол біздің шығысымыздан шыққан бір нар тұлғалы керемет өнерпаз. Шығысымызда республика көлемінде үлкен дәріптеп сөйтіп бетперде болып жатыр шығыстың өнерін. Сол бауырымыз мына Маржангүлдің кейінгі бір тамаша жақсы шыққан әндерін айтып жатады. Жазира жанға жармысың алтай,
Маржангүл Маниярова өз шығармашылығын қазақ әндерін насихаттауға және бұқараның жан дүниесін ұлттық әуен арқылы байытуға арнап келеді. Дарынды сазгер өнер мен мәдениетке деген адалдығы, осы бағыттағы белсенді қызметі және шығармашылық жетістігі мен әріптестерінің, әншілердің, мәдениет қызметкерлерінің және ең бастысы бұқараның құрметіне лайық тұлға деп сеніммен айтуымызға болады. Осындай бір жақсы керемет бір кешін өткізгенбіз. Содан бері міне бір жыл өте шықты. Керемет дегенде бүгін бір өзінің сыйлығын алып жатыр. Қазақстан Республикасының атынан алтын жұлдыз деген нағыз алтын жұлдыз. Өйткені мен білетінім осы сол шарадан Қатон-Қарағайдың қалай айтсақ десем сазгері өзі басқа жоқ та. Ол кісі енді нағыз талант. Ол кісі енді нағыз біздің Қатонның табиғатын, жалпы енді зиялы азаматтар туралы да ол кісі өлеңдері бар. Жарқыратып бүкіл әлемге, бүкіл осы шығысқа, Қазақстанға шығарып жатыр. Ал Маржангүл апа, марапатыңыз құтты болсын. Еңбегіңіз ақталып жатыр. Көптеген әндер шығарып жатырсыз, Құдайға шүкір. Әндеріңіз шарықтай берсін. Шығаратын әндеріңіз әлі де көп болсын. Толып жатқан жасыңыз да құтты болсын. Аман болыңыз. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Ұлықпаныңызден сәлем, дұғай. Мен Маржангүл апаймен 20 жылдай таныспын. Ең алғаш Өскеменде тұмар дуэті болып құрылғанбыз. Медет Қали Қайдар деген әнші екенбіз. Сол кезде алғашқы әндеріміз Маржангүл апайдың Марқакөлді аңсау, өр қаратай, ей өмір деген әндерін орындаған болып отырғанбыз. Қазір менде жуықтағана ана атты әнімен орындап шықтым. Маржангүл апайдың әндері көптеген әншілердің орындауында айтылып жүр. Соңғы кездері мына Айдын Алдархан деген әнші бауырымыз көп әндерін орындап, жарыққа шығарып, өнерін насихаттап жүр. Маржангүл апа, рахмет, әндеріңіз тыңдадық, керемет екен, Алла разы болсын. Бақытты болыңыз, деніңіз сау болсын. Қайрат Нұржан, сізге сәлем. 70-ші жылдары аяғыма келген, сол кезде келіп жұмыс істеген. Ол кісінің тек мұғалім ғана емес, ол кісіні жан жақтан тани білдік. Ол бүкіл ауылды жаңағы гитара өнеріне, ән айту өнеріне, жаңа сол кезде эстрада құрып, өзара сол кезде қуанып жаттық. Ол кезде Совет үкіметі кезінде жаңағы инструмент тапшылығы өте көп болды. Жаңағы майтофондар жоқ еді, домбыра, гитара жоқтың қасы еді. Бірақ та жан жақтан тауып, бәріміз сол кезде гитара ойнай бастадық. Маржангүл Алтай тауларының қосында, Алтайдың уысында дүниеге келген сан таланттардың бірі, үлкен композитор, республикаға танымал. Енді Маржангүл Манияровамен көп жылдан бері бірге жұмыс істеп келе жатырмыз. Мен сөзін жазып, ол әнін жазып, музыкасын дегендей. Енді Маржангүл туралы бір естелік айтсам, ол кісі өте табиғи, шынайы, жаны сұлу адам, ешқандай жасандылық немесе бір пендешіліктен көп адамдарға қарағанда да. Соның бір дәлелі ретінде айтайын, ол менің Отыкен деген өлеңіме ғашық болып, соған музыка жазбақшы болды. Бақытжан маған қатты ұнап тұр, болды, сен келсең де келіспесең де музыка жазам деді. Ал енді өзім біл дедім. Сосын бір күні үйінде ыңылдап отырып, сол ыңылдаған әуенді маған қоя беріпті. Сосын мен тыңдадым да, енді оны бірінші көріп тұрғам жоқпын, ренжімейтінін білем, жасандылығы жоғын білем. Маржангүл, нашар жазыпсың Отыкенді деп айтып салдым WhatsApp-пен. Сосын ол түкте шамданған жоқ, оның нағыз өнерпаз екенін содан көріңіз. Жақсы деді де қайтадан жазып қоя беріпті. Сол кезде мен таң қалдым. Міне керемет, қандай шабытпен жазылған нағыз Отыкенді жазыпсың дедім. Сөйтіп риза болғаным бар. Она очень смело использует традиционные гармонии и экспериментирует на любимом инструменте гитара, которым она владеет очень искусно. И мышление, этого композитора не ограничивается традиционной гармонией. Ее
фишка в том, что она использует эстрадные мелодии, эстрадный накопленный опыт эстрадных песен Казахстана, соединяя с казахским национальным фольклором. И это делает ее творчество особенным. Ее песни доходят до глубины души. Она всегда яркой, жизнерадостной улыбки и всегда в творческом, новом поиске. За что очень-очень ценю этого человека, с которым я дружу уже, можно сказать, более 30 лет. Очень талантливейший человек, очень добродушный, очень искренний. Я являюсь одной из первых исполнительниц альбома, ее первого альбома, всех ее авторских произведений, чем очень горжусь. Я ее слушаю иногда, и вы знаете, каждый раз у меня в душе что-то просыпается, даже вот пробивают слезы. Я всем советую послушать, если вы еще не слышали эти песни, специально приобрести либо ее сборник, либо ее аудио в Ютубе, где ее песни исполняют замечательные исполнители Восточного Казахстана. Маржангүл Маниярованың қазақтың ұлттық өнері мен мәдениетін дамытуға қосқан үлесі жоғары кәсіби баға мен марапатқа толық қанды лайықты, әрі қазіргі таңда өсіп келе жатқан жас ұрпағымызға деген үлгі өнеге, үлкен мақтаныш.